армысыздар, қымбатты ұстаздар, қымбатты оқушылар, қымбатты бүгінгі кешімізге келіп отырған кеш қонақтары, қымбатты біздің көрермендеріміз. Бүгін ерлі отбасы Жолдасбаевтар әулетімен кездесу кешіне қош келдіңіздер. Қай жерге қонайын деп қанат жаздың ай, қанат жаздың ай. Ойылда қайнар жем жайлап сал серік едім мен бойдақ, келемін салқым сен ойлап, шашалдымнан бұралып, салдыр қағып шашпауың. Сұрақ, маған әр баламның орны әр бөлек, бәрі бірдей. Негізі тілеушімін, әрқайсысы алысқа сапарға кетсе тілеп отырамын, аман келсін деп. Осындай өнерде жүрсе, аман деп абыройлы болып қайтса екен деп тілеймін. Қара түнді талпынам, тыныш таппай ау жан қалғандай, қаққылап саған қарай Салтымызда берекесі мектепте бар. Ол мектеп әке мен ұлдың мектебі, ана мен қыздың мектебі, соның ішінде ене мен келіннің мектебінің мектептері. Сол мектепке мен ағалық мектеп деген мектепті қосар едім. Өйткені өзіңіздің бойыңыздан әнелеріңіз көріп отыр. Ал енді осы өнерпаздардың ағасы болу қиыншылық тудырмай ма? Соны айналайын. Алла разы болсын. Ерелі отбасы деп ортаға шақырып, мінеке баршамыздың бәріміздің басымызды қауышып, мінеке үлкен осындай киелі шаңырақта отырғаныма қуаныштымын. Бәріңізге де рахмет айтамын. Осы мектеп директоры болып, сол кісінің қолында мен азғантай жұмыс жасап кеттім. Үйге келген баяғы аяқ басылғаннан кейін 2-3 күн уақыт өтіп кеткеннен кейін келіншегін сұрағым, мына кісінің мамамыз қайда сол кісі деп, ағасына. Тойда болған оқиға. Жастардың несін бір бақылайыншы деп Абай Құнанбаев атамның бір өлеңі бір жолын мен айтып, екінші жолын ол жігітке айтқызғанмын. Құлақтан кіріп бойдалар дедім. Ол екінші жолы ол кісі айту керек болды. Әсем әнмен тәтті көрді. Осыны кім айтты деп сұрасам, ол маған қарап тұрып, бір жолын сен айттың, бір жолын мен айттым демеймін. Сол көз ыңғайсыз түсіп қалдым. Абайдай бас өнер келген сияқты едім өз басым. Бірақ әлі де көрмегенім көп деп ойлаймын. Вокально-инструментальный ансамбльдің жетекшісі болып, 1991 жылға дейін 20 жыл бір топты басқарып келген. Солардың өздерінің репертуарынан Туған жер деген бір ән бар еді. Мен жаңа соны ойлап отырдым да, осы әнді осы келіп отырған ұлдарыма, қыздарымызға, ұстаздарымызға Туған жер ыстық қой қай кезде де. Соны орындап берсек сіздерге. Жарик болған жазиралы жасыл баға, әр кезде мен де сенің қасыңдамын. Ey bәрінде есен аман бармысыздар, отырған үлкен қышау жамағатым. Ай өлең айтпай таусым ашылмайды,
жайлап сал сере едім мен бойдақ келемін салқым сен ойлап шақшалымнан бұралып салдыр қағып шашбауың ей сәулесі сырған күн бойнап